Сәлеметсіңдер ме менің кішкентай достарым. Менің каналыма қош келдіңдер. Видеоны қарамас бұрын тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді біз бүгін балалар 1-ден 10-ға дейінгі сандармен танысатын боламыз. Сен санауды білесің бе? 1-ден 10-ға дейін санап шық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Енді біз қазір осы сандардың қалай жазылатынын және де қалай санайтынымызды білетін боламыз. Олай болса кеттік. Ең бірінші алдыңда сен көріп тұрған ол 1 саны. 1 саны 2 таяқшадан тұрады. Жоғары қарай және төмен қарай 1 таяқшадан тұрады. Мына тұрған суретте нені көріп тұрсың? Бұл жолбарыс. Жолбарыс. Неше жолбарыс? 1 жолбарыс. 1 саны. Енді сен өз бөлмеңде қай зат біреу ғана. Сол затты тауып ата. Жақсы. Келесі сан бізде 2 саны. Әрине дұрыс айтасың. 2 саны қалай жазылады? 2 саны аққудың басына ұқсайды, Қане, иірі бәкеліп, төмен қарай түсіп, және де сызықша. Бұл 2 деген сан. Мына қонжықтарды көріп тұрсың ба? Неше қонжық бар? Санаймыз. 1, 2 қонжық отыр. Олай болса, 2 деген сан міне осы. 2 деген санмен таныстың. Енді бөлмедегі қай зат? 2. Соны айтып көр. Өте жақсы. Олай болса, ары қарай кеттік. Келесі сан қандай сан деп ойлайсың? Ол әрине 3 деген сан. Бұл сан 3 саны. Бұл Z деген әріпке ұқсайды екен. 3 саны 2 жарты дөңгелектен тұрады. 3. Қанеке айтып көрек? 3. Өте жақсы. Суретте нені көріп тұрсың? Арқарларды көріп тұрмыз, Бұл арқарлар нешеу екен? Санап көрейік. 1, 2, 3. Жақсы. 3 арқар бар екен. Суретте барлығы 3 арқар бар. Оны мына 3 деген цифрмен белгілеп жазамыз. Өте жақсы. Келесі сан әрине 4. 4 саны. 4 саны. Суретте нені көріп тұрсың? Тиындерді көріп тұрмыз, Олай болса, тиындерді қазір санап көрейік. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Суретте 4 тиын бар екен. Ал енді оның қолындағы жаңғақтарға қарашы, нешеу бар? 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Менімен бірге санап отырсың ба? Егер санап отырсаң, онда жарайсың. Бұл 4 деген сан осылай белгіленіп жазылады екен. Бұл 4 деген сан. 4. Есіңде сақтап ал. Ары қарай кеттік. Келесі сан бізде 5 саны әрине. Суреттегі саған таныс болар. Олар бізде орамжапырақтар. Орамжапырақтарды санайық. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Неше орамжапырақ бар екен? 5 орамжапырақ бар екен. Бұл 5 деген сан. Бұл санды біз мектепте өте жақсы деген бағамен айтамыз. 5 алдың. Сен сабақта неше алдың? 5 алдым деп айтады, Бұл 5 деген сан осы. Ол жарты дөңгелектен және де жарты мынандай таяқшалардан тұрады екен. Есіңде сақта.
Келесі бізде қандай сан? 6 саны. 6 саны. Дельфиндарды көріп тұрмыз ба? Я, олай болса, кеттік санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неше дельфин бар екен? 6 дельфин бар екен. Олай болса, бұл 6 деген сан. 6 саны осылай жазылады. 6. Енді қазір өзің ішіңнен санап көр дельфиндарды. 6 ма? Я, өте жақсы, жарайсың. Келесі сан бізде. Ол санды білу үшін ең алдымен мына әдемі гүлдерді санап көрейік. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Олай болса, бұл қандай сан екен? Әрине, ол 7 саны. 7 саны қазақта киелі сан деп есептеледі. 7 ол 2 таяқшадан, 1 жарты таяқшадан және 1 түзу таяқшадан тұрады екен. Бұл 7 саны. Сонымен неше раушан гүл бар? 7 раушан гүл бар. Бірінші қатарда неше раушан гүл бар? Қане санайық. 1, 2, 3. Ал екінші қатарда 1, 2, 3, 4 раушан гүл бар екен. Өте жақсы. Ары қарай кеттік. Келесі сан бізде 8 саны. 8. 8 саны неге ұқсайды? 2 дөңгелектен құрастырылған, я? Олай болса, мына жерде тұрған малиналарды санап көрейік. Қане кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Неше жеміс бар екен? 6 жидек бар екен. 8 жидек бар екен, я? 8, кешір, мен шатасып кеттім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жидек бар. Келесі, ары қарай кеттік. Бұл бізде 8 саны болды. Келесі бізде 9. 9 саны. Санайық қанекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неше? Бұл 9 деген сан. 9. Яғни неше қаз бар екен? 9 қаз бар екен. Бірінші қатарда неше қаз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 қаз бар екен. Бұл қай санға ұқсайды? 9 саны. Қане ойланып көрейікші? 6 санына ұқсайды, е? Тек қана төңкеріліп тұрған 6-ға ұқсайды. Жақсы, ары қарай кеттік. Ең соңғы үлкен санмен танысып көрейік. Ол бізде 10 деген сан. Басқа сандардан қандай айырмашылығы бар? Я, әрине дұрыс айтасың. Ол 2 цифрдан тұрады екен. 1 және 0. 0 деген цифрдан тұрады. Кеттік, санайық. Шегірткелерді санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Неше шегіртке бар екен? 10 шегіртке бар екен. Жақсы. Бұл 2 таңбалы сан, яғни 2 цифрдан тұрады. Ең үлкен сан деп аталады. Олай болса, қайтадан кері санап көрейік. 10, 9, дұрыс. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ең соңында 1 деген сан.
Бұл біз кері санадық. Бұны біз кері санау деп айтамыз. Үлкен саннан кіші санға қарай санайтын болсақ, ол бізде кері санау болады. Сонымен біз 1-ден 10-ға дейінгі сандарды енді білетін боламыз. Менің видеомды толық аяғына дейін қарағаныңа рахмет. Келесі видеоларды асыға күт. Сау бол!